Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз бәрімізге таныс әрі күнделікті тұтынатын тағам жұмыртқа туралы сөз қозғаймыз. Жұмыртқа ақуыз бен дәрумендерге бай, өте пайдалы азық екені рас. Алайда, оны дұрыс тұтынбаған жағдайда, әсіресе қарт адамдардың денсаулығына айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Көпшілігіміз бұл қарапайым тағамнан қандай қауіп төнуі мүмкін деп ойламаймыз да. Бірақ, дұрыс сақтамау, қате дайындау немесе мөлшерден тыс жеу, осының бәрі денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Бүгінгі видеода біз қарт кісілердің денсаулығына қауіп төндіретін ең жиі кездесетін жұмыртқаға қатысты қателіктерді талқылайтын боламыз. Бұл қателіктердің салдары сіз ойлағаннан да әлдеқайда қауіпті болуы мүмкін. Мысалы, холестерин деңгейінің күрт көтерілуі, қауіпті инфекциялар жұқтыру, ас қорыту жүйесінің бұзылуы және тіпті аллергиялық реакциялардың өршуі. Бұл мәселелерге жеңіл-желпі қарауға болмайды. Себебі егде жаста ағза әлсіреп, кез келген соққыға төтеп беруі қиындай түседі. Мақсатым сіздерді қорқыту емес, керісінше сақтандыру және ата-әжелеріміздің, ата-аналарымыздың денсаулығын сақтауға көмектесу. Осы видеоны соңына дейін мұқият қарап, өзіңізге және жақындарыңызға пайдалы ақпарат алыңыз. Ендеше, біз бастайық. Ең маңыздысы денсаулық, сондықтан оған немқұрайлы қарамайық, әрбір ұсақ түйекке мән берейік. Жұмыртқаны мөлшерден тыс тұтыну холестерин деңгейін көтеріп, жүрек қан тамырлар ауруларының қаупін арттырады. Бұл әсіресе қарттар үшін өте қауіпті. Шикі жұмыртқада иммунитеті әлсіз қарттар үшін ауыр зардаптарға әкелетін қауіпті сальмонелла бактериясы болуы мүмкін. Сондықтан, оны жеуге мүлдем болмайды. Жұмыртқаны тоңазытқышта ұзақ сақтағанда, оның ішінде зиянды бактериялар көбейіп, тағамнан улану қаупін тудырады. Сондықтан, жарамдылық мерзіміне мұқият болыңыз. Жұмыртқаның сарысын алып тастау үлкен қателік. Себебі оның құрамында көз бен сүйекке пайдалы А, Д дәрумендері мен маңызды минералдар бар. Жұмыртқаны көп майға қуыру, оның калориясын арттырып, артық салмақ пен жүрекке түсетін салмақты көбейтеді. Одан да қайнатып жеген пайдалырақ. Тағамға, соның ішінде жұмыртқаға тұзды көп қосу қарттардағы қан қысымының көтерілуіне әкеліп, гипертония ауруын асқындырып жіберуі мүмкін. Жұмыртқаның қабығында зиянды микробтар болуы мүмкін. Сондықтан оны дайындар алдында жылы сумен мұқият жууды ешқашан ұмытпаған жөн. Егер қарт кісіде жұмыртқаға аллергия болса, аз мөлшерінің өзі теріде бөртпе, қышыну, тіпті тыныс алудың қиындауы сияқты ауыр реакциялар тудыруы мүмкін. Тек жұмыртқаға сеніп, рационға балық, тауық еті, сүт өнімдері сияқты басқа ақуыз көздерін қоспау, ағзаны маңызды заттардан айырумен тең. Жұмыртқа қорытылуы біраз уақытты қажет ететін ақуыз, сондықтан оны кешкі асқа жеу асқазанға ауырлық түсіріп, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Міне құрметті көрермендер, біз бүгін қарт адамдардың денсаулығына қатысты жұмыртқаны тұтынудағы маңызды қателіктерді талқыладық. Көріп отырғандарыңыздай, қарапайым ғана жұмыртқаның өзін дұрыс пайдаланбау елеулі мәселелерге әкелуі мүмкін. Ең бастысы, мөлшерді білу, дұрыс дайындау әдісін таңдау және сақтау ережелерін сақтау. Ата-әжелеріміз бен ата-аналарымыздың денсаулығы біз үшін ең қымбат қазына. Сондықтан олардың тамақтану рационына мұқият болып, осы айтылған кеңестерді ескергеніміз абзал. Есіңізде болсын, әр адамның ағзасы ерекше. Біреуге пайдалы болған нәрсе, екінші адамға кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан, қандай да бір созылмалы аурулары болса, немесе денсаулығына қатысты сұрақтары туындаса, міндетті түрде дәрігермен кеңесу қажет. Дәрігер ғана сіздің жақыныңызға нақты диагноз қойып, жеке тамақтану жоспарын құрып бере алады. Өз бетімен емделу, немесе интернеттегі ақпаратқа соқыр сену қауіпті болуы мүмкін. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Пікірлер бөлімінде өз ойларыңызбен және тәжірибелеріңізбен бөлісіп отырыңыздар.
Жақындарыңызға қамқор болыңыздар, олардың ден саулығын күтіңіздер. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.